Ассалаумағалейкум, армысыздар санаға сәуленің. Аса құрметті көрермендері. Алдарыңызда әдеттегідей педагог қоғам белсендісі Жұмабек Әлімханұлы. Біз өткен тақырыпта ұрпақ тәрбиесі сабақтай келіп, соның соңында өте бір үлкен түйткілді мәселеге келіп тоқтаған болатынбыз, яғни жалғыз басты ата-аналардың қатарының көбеюі, сол жалғыз басты ата-аналардың балаларының бүгінгі таңдағы тәрбие жағдайы қалай болып отырғаны жөнінде аңдатпа айтқан едік. Енді сол тақырыпты тағы да кеңінен талқылауды жөн көрдік. Тәуелсіздік таңында туылған, дәл қазіргі кезде 30-дан озып, қоғамның үлкен атпал азаматтары болып, мынау орта-базар 30-да балалы шағалы болып отырған отау семьялар жалпы жағдай қалай? Сол кездегі туылған, сол орта-базар 30-дағы бүгінгі ата-аналардың тәрбиелік деңгейі қалай болды дегенге көз жүгіртетін болсақ, өкінішке орай сол кездегенде тәрбиеден кеткен ағаттықтар, орны толмас олқылықтар болды. Оны өткен шығарымда да шет жағасын айтқан едік. Енді оның басты себебінің бір жаңағы тәуелсіздік алып балапан басына, тұрымтай тұсына болып жатқан, біреуді біреу біле бермейтін алмағайып сол бір өлара кезде жаңа жұмыссыздық салдары бар. Бұрынғы кеңестік кездегі бірмен-бірі байланысып жүріп жатқан механизмнің аяқ астынан тоқтауы, тоқырауы, соның салдарынан көптеген адамдардың жұмыссыз қалуы, енді жан бағысы үшін әртүрлі тірлік кешіп тырбануы, сол кездегі балалардың отбасында қараусыз қалуы, тәрбиеге толыққанды көңіл бөлінбеуі. Сол себептен де сол кездегі балалардың енді бүгін олар өзі ата-ана болып отыр. Олардың жағдайы қалай дегенде, өкінішке орай сол бір кезде туылған жаңағы бүгінгі отбасы болып отырған 30-ды орталаған ата-аналарымызда жалғыз басты ата-аналардың қатары өте көп. Не үшін? Енді статистикалық мәліметтерге жүгінетін болсақ, Қазақстанда жылына 120 мың айналасында жұп неке құрады, семьялы болады. Ал жылға бір жыл айлана, соның 30-40% ажырасады екен. Ал 5 жылда тек семья тұрақтылығын сақтап қалатындары 20%-дай ғана дейді. Өте өкінішті әрине. Не бары сол жаңағы 120-да 130 мың жұптың құрған семья отбасынан 5 жылда 20%, яғни бір 25 мыңдай ғана тұрақты семья сақтап қалып отыр. Сонымен біздің оң жаққа қайтып келген желек жаңылған қыздар қаншама, жаңағы балаларына ана орнына, әке орнына әке болып қалған жігіттеріміз қаншама. Бұл үлкен трагедия әрине. Енді біздің жан санымыз демографияның да өсуіне үлкен кедергі келтіріп отыр. Мұнан енді айтар болсақ, жаңағы тәуелсіздік ала қалған кезде Өзбекстан 19 миллионның айналасы болса, Қазақстан сол кезде 17 миллион айналасы. Енді айырмасы не бар? 2 миллион. Енді Қазақстаннан жаңа шетелге өз отандарына орыстар, немістер, тағы басқа ұлттар көшіп кетті дегенмен де, солардың орнын толықтырып, біздің шетелде миллионның үстінде қандастарымыз отанға оралды. Яғни еш өзгеріс жоқ деп айтуға болады. Ал сол Өзбекстан бүгінгі таңда
19 миллионның үстіндегі өзбек қазіргі таңда 36 миллионға жетіп, яғни 17 миллион өсім көрсетті. Өзін негізінен екі еселеді деуге болады. Тәуелсіздік алған сәттегі бір Қазақстанның жан санын өзіне қосып алды. Ал Қазақстанның өсу қарқыны қандай? Көріп отырмыз. 20 миллионға енді жетейік деп отырмыз. Осы декабрь айының аяқ шені 20 миллион боламыз. Соған 20 миллионшы болып туылатын ұрпақты күтудеміз деп өткенде хабарда берді. Қараңыздар, не бар? 3 миллиондай өсім қостық, ұятты. 3 миллион. Ал өзбек өзіне 17 миллионды қосты. Неге соншалық үлкен айырма болды бүгінгі таңда? Яғни біз олардан 16 миллион артқа кейін қалып қойдық. Бұл енді өте үлкен айырмашылық. Жер мен көктей деп айтуға болады. Оның басты себебі не? Басты себебі жаңағы семьяның тұрақсыздығы. Семья құрады, жылайланбай ажырасып жатыр. 5 жылдың ішінде не бар жаңағы 120-30 мың жастың жұптың семья шаңырақ көтерген. Не бар 20%-дай ғана семьяны сақтайды екен. Ал өзбектерде керісінше семья тұрақтылық сақталған, ерте үйленеді, көп балалы болады, ажырасу деген жоқтың қасы. Содан олар жағдай енді бізден ары болып бір шалқып тасып отырған белгілі ғой. Соған қарамастан өсіп өніп жатыр. Өздеріне кеселеп үлгірді 30 жылдың ішінде. Міне, өзгемен емес, осы өзбек ағайындармен салыстырсақ та, біз не жөндеп өсе алмадық, не дұрыс кәсіп құра алмадық. Даламызды малға, ауылымызды, қаламызды жанға толтыра алмадық. Міне, абайдың сөзімен айтқанда, не жөндеп мал баға алмадың ау деп ашынып айтатын сияқты, не жөндеп өсе алмадық біз. Мына құрша, әлемдегі 9-шы территориямыз бар деп, жер көкке сыймай бөркіміз қазандай болады. Ал өсімнің түрі мынау, бірақ уыс халық болып отырмыз. Мына құршаланбай тағдалағымыз. 100 миллион халық болып тұрғанда ғана елдіктің мәңгілікке сақталатыны белгілі. Бұл не себептен болды? Әрине, толыққанды тәрбиенің болмағандығы. Міне, ажырасқан семьялардың көбеюі соның айқын көрсеткіш. Біз үлкен ұтылыс жасадық. Ұрпақ тәрбиесіне салғырт қарағандықтан, жан бағыс тірлікті басты орынға қойғандықтан, балаға жаңегіндей толыққанды тәрбие бере алмағандықтан, біз бүгін осындай трагедияға ұшырап отырмыз. Бұны трагедия деп айтпасқа болмайды. Өте үлкен трагедия. Жауапкерсіз ұрпақ өсіп шықты. Мейірімсіз ұрпақ өсіп шықты. Олар жаңағы ата-ана болуға толық дайын емес. Дайын еместігін көрсетіп отыр ғой. Үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Әрине, үйлене салу оңай. Ал үй болудың қиындығы міне. Біз сол сынға, біздің сол ұрпақтарымыз дайын болмады. Жауапкершілігін арқалай алмады, қиындығынан да төзе алмады, сынынан өте алмады. Ал өзбектер оның бәріне дайын болды. Өсіп өніп көсе-көсе көгеруде. Ойланайық ағайындар, не масқара мынау. Өте ашынышты жағдай. Ал 1 жылда дейді, бізде мезгілсіз жүкті болып, содан түсік жасататын қыз-келіншектердің санының өзі 300 мыңнан асып жығылады екен. Бұл мәлім болғаны. Болмағаны қаншама. Әуелі туып туалетке тастап кеткен, қоқыр-қоқсық жәшігіне қалтырып кеткен, жетімдер үйіне өткізіп кеткен дегендер көп қой. Сөйтіп міне бізде көкөк ана, көкөк әкелер көбейген. Соның салдарынан өсім өте аз. Мақтанатындай өсім жоқ. Тек ұялатындай ғана өсім бар бізде. Міне қараңыздар. Ал енді олардың жаңа жалғызбасты қаптаған қалың ата-аналардың бүгінгі таңдағы ұл-қыздар сол трагедияны қайталауда.
Өйткені олар көргені со ғой. Толыққанды тәрбиесін алмағаннан кейін оларда мектептен тартып дұрыс тәрбиелі оқушы бола алмайды. Оларға айтып сөз етпейді. Енді жаңағы ұят болады, обал болады, жаман болады деген нәрселерге олардың санасына сіңбеген ол. Оған қаншама күйінішпен, мейірмен тәрбие айтқаныңмен жұқпайды. Оны жұқтыратындай туа бітті сана жоқ болды. Өйткені оны жаңағындай жалғызбасты ата-ананың жағдайы жоғалтты, оны құртты. Ал енді осылар ата-ана болғанда не болмақшы? Ата-ана болуға мүлде дайын емес. Біздің өсіміміз онда кері кетеді ғой. Көрдіңіздер ме, құрметті ағайындар? Біз жаңа дүние, тірлік, жамбағыс деп далақтап шауып жүргенде, ұл қыздарымыз қараусыз қалғандығының нәтижесі осы болды. Олай болса, ұрпақтарыңызды, болашақтың есі болатын ұл қыздарыңызды қараусыз қалдырмаңыздар. Отбасында оларға өте көп көңіл бөліңіздер, тәрбие беріңіздер. Өздеріңіздің береке бірліктеріңіз арқылы өнеге болыңыздар. Оларға айтып тәрбие бергеннен көрсетіп өнеге болған өте жоғымды болмақ. Өзіңіздің Құдай қосқан қосағыңызбенен балаларыңыздың арасында ұсақ-түйек болады, ұрыспай, керіспей, таласпай, айғай-шу болмай, ешқашанда қол көтермей, аялап мейірменен бір-бірлеріңізге деген сыйластықтарыңызды, мейір махаббаттарыңызды суытпай, тіпті де биіктетіп, ту етіп көтеретін болсаңыздар, соның саясында өскен ұл қыздарыңызда мейірімді, жауапкер, қайырымды, ізгі ниетті болып өспек. Кейін олар семья құрған кезде де сізден үйренген сол салтты сақтайды. Сондықтан да атам қазақ айтқан, анасын көріп қызын ал, аяғын көріп асын іш дейді. Ол сөз осыдан қорытындыланған, құрметті ағайындар. Сондықтан менің ұрпақ тәрбиесі жөнінде енді өз ойымды тақырыптарға бөліп осы уақытта суыртпақтап айтып келе жатқанымда сол. Бұл басқаның бәрінің бар болғаны, жақсы жұмысыңыздың болғаны, жайлы баспанаңыздың болғаны, жаңағы көңілдегідей көлігіңіздің болғаны, атаға абыройыңыздың болғаны бәрі бекер. Егер сіздің ұл қыздарыңыз дұрыс өнеге көріп, толыққанды тәрбие алып, өзінің ұлттық құндылықтарының уызына жарып өспесе, бәрі бекер. Ертең сан сауық боласыз, кеш болады. Онда жаңағы сіз қолап жүрген дүниенің бәрінің еш құны да қалмайды. Трагедия болады. Сондықтан сақтаймын дейді ғой. Осы жағынан өте сақ болайық ағайындар. Бейжай қарамайық. Өзбектерден үйренейік. Біздің өзбектерден үйренетін жеріміз көп. Біз оны озық дамыған елдерді айтпайық та қояйық. Осы іргеміздегі өзбектерден жаңағы еңбекқорлықты, табандылықты, жауапкерлікті, өсімталдықты, үнемшілдікті осыларды үйренейік. Соларға қарап бой түзесек те жаман болмаймыз. Құрмақтанға салына бермей, сол өзбек ағайындардан үйренеріміз көп болып тұр. Аман сау болыңыздар. Ұл қыздарыңыз өнегелі болсын.